Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол. Бүгін біз бұрын өздерінің кумирлеріне доп таситын қарапайым болбойдан әлемнің үздіктеріне айналған футболшылар жайлы айтамыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Фоден бала кезден Манчестер Ситиге жанкүйер және 8 жасында клубтың академиясына түсті. 2007-2013 жылдары қалалықтардың үйдегі ойындарында болбой болған. 2017-2018 жылдың басталуына дейін ол Ситимен бірге Америка құрама штаттарында маусым алдындағы ойындарға қатысты. Тур аясында ол өзінің негізгі құрамдағы алғашқы ойынын Манчестер Юнайтедке қарсы өткізді. 2014 жылы Самуэл Это өзінің Манчестер Юнайтедке салған хет-тригін тойлау үшін алаң шетіндегі жас болбойға барды. Сол болбой Калум Хадсон-Одой еді. Калум Челси жастар академиясының түлегі. 2017 жылдың жазында оған Ювентус пен Бенфика қызығушылық танытты. Бірақ Хадсон-Одой Челсимен 3 жылдық келісімшартқа қол қойды. Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы бір кездері Аякс клубында болбой болған. 2008 жылы Дони Аякс академиясына ауысты. 2015 жылы қаңтарда ол Йонг Аякс пен Голландияның бірінші дивизионында Спартаға қарсы алғашқы дебютін жасады. 2 айдан кейін бірінші команданың бас бапкері Франк де Бур Дониді Den Haag командасына қарсы матчқа қосты. 2014-2015 маусымның соңында Ван де Бек Аякста жыл таланты атанды. 2020 жылдың 2 қыркүйегінде ол 39 миллион евроға Манчестер Юнайтедке ауысты. Аякс академиясының тағы бір түлегі және Суарестің жанкүйері де Ligt 2009 жылы Аяксқа қосылды. 2015 жылы ол клубпен 4 жылдық келісімшартқа отырып Йонг Аякс клубына ауыстырылды. Оның Голландия чемпионатындағы дебюті 2016 жылы 27 қарашада Херенвен клубына қарсы матчта өтті. Итальяндық Ювентус 2019 жылдың 18 шілдесінде де Ligtті 75 миллион евроға сатып алды. Бернардо Лиссабонда футбол жанкүйерлерінің отбасында дүниеге келген. Оның анасы Спортингке жанкүйер болса, әкесі Бенфиканың жанкүйері болды. 6 жасында Бернардо Бенфика балалар командасына жаттығуға шақырылды. Бірақ оның ата-анасы мұндай қымбат жаттығуды төлей алмады. Сондай-ақ жаттығу алаңы үйден алыс болды. Ал Силва әлі тым кішкентай еді. 2001 жылы 10 тамызда 7 туған күнінде Бернардо сыйлықтар алып жатқанда әкесі берген сыйлықты көрді. Онда туған күніңмен сен Бенфикамен ойнайсың деген жазуы бар сүйікті командасының суреті болды. Силваның атасы шығындардың бәрін өз мойнына алып, немересін Бенфиканың балалар командасына түсірді. 2008 жылы Реал Мадрид оны Хетафе жастар командасынан Juvenil S командасына ауыстырып алды. 2010 жылдың шілдесінде Juvenil A сапында сәтті маусымнан кейін ол Реал Мадрид Кастилия командасына ауыстырылды. Кейінірек Реал Мадридтің бас бапкері Жозе Мауриньо ақш-қа маусым алдындағы матчтарға алып кетті. Лам Мюнхендік клубтың түлегі 2001 жылы Қызылдар сапында дебют жасады. Бірақ негізгі құрамда ол 2006 жылға қарай ғана орнықты. 2011 мен 2017 жылдар аралығында Баварияның капитаны. Оның басшылығымен клуб Чемпиондар лигасын, Германия чемпионатын және басқа да беделді кубоктарды жеңіп алды. Кимпемпе Эрани академиясының түлегі 2005 жылы Парис Сен-Жермен академиясына ауыстырылды. 2014-2015 маусымнан бастап ол негізгі құрам сапында жаттыға бастады. 2014 жылдың 17 қазанында Лансаға қарсы матчта ол Франция чемпионатындағы дебютін жасады. 2017 жылы 14 ақпанда UEFA Чемпиондар лигасында Барселонаға қарсы дебют жасады. PSG сапында ол Францияның 5 дүркін чемпионы, Франция кубогының 3 дүркін жеңімпазы, Лига кубогының 3 дүркін жеңімпазы және Франция суперкубогының 4 дүркін жеңімпазы атанды. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мәңгілік футбол. Келесі кездескенше.